Мен мынаның бір капсуласын іштім, кешке қарай ішіп жаттым, таңертең тұрсам, мына екі бүйрегім ауыратында, таңертең орнымнан тұрғанда, бір жағыма, бір қырыма аударылып, содан кейін орнымнан тұратын едім, ұйқыдан оянғанда. Бір капсуладан кейін, таңертең кәдімгі былай тұрдым ғой, кәдімгі өмір ауырмаған сияқты. Қуанғанымнан айқайлап жіберіппін балаларыма, мынаның бір капсуласы, водородтың. 4 күннен кейін бір әсер еткені. Мынау қолым до конца көтерілмейтін бұлай. Мына қолым бұлай көтеріледі. Мына иығым жібермейтін осы жерде. Білесіздер ғой, байнарға барамыз, бал жағамыз, біргеміз істеп жүрміз, жоқ. Осы 4 күннен кейін, орнынан оянғаннан кейін бүйтіп керілеміз ғой ары бері. Мына қолым көтеріліп кеткен тағы айқайлап жіберіппін қуанғанымнан. Бала шағам келіндер не болды дейді да. Содан кейін бір қуанғаным 5-6 күнде. Мына бетімде 3 жерде бар етін. Возрастная пигментация дейміз ғой, қоңыр дақ бар еді. Енді жасымызға келсін, кетпейтін шығар деп жүргенбіз ғой. Сол кетіп атыр, қарасам. Мен қазір сәл-сәл ізі ғана бар. Көріп тұрған жоқсыздар, иә? Мына мұрным ішінде сәл-сәл қалды болды. Мынау оң жамбасым түйіліп намазға отырғанда не қылмайтынмын. Ол кетті. Бір жана не алғанда намаз оқығанда оң тізең дейсін деп айтатын Ақмаралдар. Мен тигіз алмайын да мынау аяқ бүгілмейтін. Сол тізем тиеді, айтам, аяқ істемесе қайтеміз деп. Істетіңіз дейді, емделіңіз деп. Құдайға шүкір оң тізем тиетін болды. Көп енді результаттар. Қыздар, жігіттер алып іше беріңіздер. Әлмұхамед аға, өзіңіз де көріп жүрген шығарсыз, тамаша енді. Алыңыздар, жазылыңыздар. Қазақтың маңдайына келген не ғой деп, жақсылық қой деп ойлаймын, бақ деп ойлаймын. Мен бұранше қазақтың бірінші Қазақстаннан басталып тұр екен ғой ақыры. Ресейіңізде, Ресей анау, бәрі де. Бәрі бізден келген.